Баршаңызға сәлем, есімім Фариза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа арналған салмалы тортильяны жасау жолымен бөліскелі отырмын. Ұнаса тіркеліп, қоңырау басып қойуды ұмытпаңыздар. Мінекей менде осындай дайын сыр дәмімен тортилья. Оны видеода көріп отырғандарыңыздай ортасына дейін кесіп аламыз. Тортильяның салмасына мен қызанақ, балғын қияр және шұжық тауық етінен рулет алдым. Және моцарелла ірімшігін алдым. Сіздер қолдарыңызда бар заттарды қолдансаңыздар болады, мысалға пісірілген жұмыртқа, ет дегендей. Және менде салат жапырағы мен айсберг. Ішіне қазір қай жеріне қалай салатынын көретін боласыздар. Ең алдымен осылай тортильямызды аламыз да сырный соус жағамыз. Сырный соусты жақсылап өстіп барлық жеріне тигізіп жағып аламыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай. Бұдан кейін салмасын жасауға кірісеміз. Оның алдында тортильяны көз мөлшермен осылай төртке бөліп аламыз. Және төрт бөлігіне төрт түрлі зат саламыз. Мен көріп отырғандарыңыздай бірінші бөлігіне мен балғын қиярымызды салдым. Екінші бөлігіне шұжығымызды саламын. Шұжықтың астына міне осылай салат жапырағын, кішкене айсберг капустасын саламын. Көріп отырғандарыңыздай шұжығымызды салдым. Одан кейін моцарелла ірімшігін саламыз. Моцарелла ірімшігін жасап болғаннан кейін табада екі жағын қызартып, ірімшікті ертіп алатын боламыз, өте дәмді болады. Балаларға өте ұнайтын болады. Мінекей. Енді соңғы төртінші бөлігіне қызанағымызды өстіп, өте қалың емес, жұқалау кесіп салатын боламыз. Түк қиындығы жоқ, өте тойымды әрі пайдалы. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай өстіп төртке бүктейміз. Мінекей. Тәбетті ашатын әдемі тортильяларымыз дайын. Ал екінші тортильяның салмасын маған кетчуп майонез жағатын болам. Жаңағы біріншісін шұжықпен жасадық, екіншісін куриный рулетпен жасайтын боламыз. Оған майонез бен кетчупты араластырып жақтым, жақсылап. Дәл жаңағындай. Айсберг жапырағын салдым, кішкене капуста. Салат жапырағын салдым. Және міне қақталған куриный рулет. Копченый деп айтамыз ғой, копченый куриный рулет. Балаларға өте ұнайды осы. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне үшінші бөлігіне мен моцарелла сырын салам. Видеодан көріп отырғандарыңыздай төртінші бөлігіне қызанағымызды саламыз. Мінекей. Жаңағындай төрт бөлігін қабаттап осындай сэндвич сияқты форма болады. Мінекей, түк қиындығы жоқ. Өте әдемі тәбетті ашатын тортильяларымыз дайын болды. Енді бұны сковородкада екі жағынан қызартып, сырын ертіп алатын боламыз. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай екі жағынан қызартып аламыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Ас болсын!